Сәлем достар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, күндеріңіз көңілділікке, шаттыққа, бақытқа толы болсын. Қазір адамдардың барлығының ішіндегі бүкіл блоктары, ескі қиындықтар, ескі естеліктер, ескі программалардың барлығы сыртқа шығып жатыр. Оны біліп жассыздар. Сіздерде қарызға тез кіріп кету, бизнес бастасаңыз жүрмей қалу, жолыңыздың болмауы, балаларыңыздың агрессивный болуы, күйеуіңізбен қарым-қатынастың дұрыс болмауы, жалпы қарым-қатынас осы айналаңыздағы туыс туғаныңызбен, бауыр туғаныңызбен бәрімен қарым-қатынас, адамдармен қарым-қатынастың дұрыс болмауы, қазіргі кезде өзіңізді өзіңіз түсінбей жүруіңіз, қиналып кетуіңіз, аурудан, әртүрлі ауру диагноздар шығып қойылып жатыр қазір адамдарда, әртүрлі жандарыңыз қиналып жатыр. Осының барлығы шын мәнінде бүкіл мынау қазір жер басқа неге көтеріліп кетті деп айтып жатырмыз. Жер өтіп кетті басқа жер, бұрынғы ескі жермен қазір жаңа жерге өтіп кеттік, және біз жаңа планетада, басқа планетада өмір сүріп жатырмыз деп айтып жатқан сол. Бүкіл ескінің барлығы, мына жер көтерілгенде ескінің бәрі астында бұрын біз осы уақытқа дейін жүре бердік қой, үндемей, ештеңе әйтеу деп бүйтіп ел қалай өмір сүреді, біз бәріміз бірдей солай өмір сүріп жүрдік. Әйтеу біреуімізде қиындық, біреуіміз алай, біреуіміз былай деген сияқты, ондай бір мән берген жоқпыз көп нәрсеге. Оның барлығын өзімізді кінәлап бастадық, болмаса елді кінәладық, сөйтіп жүрдік. Бірақ қазіргі кезде сол нәрселердің бәрі сыртқа шығып жатыр. Әркімнің проблемасы, мәселесі, қарым-қатынасы, денсаулығы, барлығы өзіне белгілі болып қалды қазір. Бәрі сыртқа, сіздің ішіңізде осы уақытқа дейін бәрі сақталған. Сіз қанша мың жыл өмір сүрсеңіз де бәрі сақталған. Әзір елдер еске түсіріп жатыр ғой, біреу мен бұрын Индияда өмір сүрген екенмін, Қытайда өмір сүрген кезде менің өмірім осылай болған екен. Осындай өмір сүрген нәрселерім есіме түсіп жатыр деп есіне түсіріп жатыр. Оны өз жан еске түсіреді. Кейбір жерлерге барған кезде сізге таныс сияқты, осы жерге келген сияқты, көрген сияқты. Болмаса сол жерде бір қорланып өлген болсаңыз, зорланған болсаңыз, сол жерде келген кезде сол жерде сізде қорқыныш пайда бола бастайды. Сол жердің өзіне барған кезде тіпті адамдар сондай бір нәрселер, бір жерге барған кезде сіз қатты қуанып кетіп, біреуге ғашық болған кезіңіз, болмаса бір нәрсені жақсы көрген кезіңіз, бір нәрселер есіңізге түседі. Ескі дәуірдің, тіпті мұрнына дейін адамдардың иісі келіп, кейде сол бір самауырмен шай қайнатқан, бір түтіннің соғыс кезіндегі бір қандай да бір әдемі гүлдің иісі, болмаса мұрындарыңызға бір жағымсыз иістар, әртүрлі нәрселер қазіргі кезде адамдардың денесінде сезімдері бүкіл өзгеріп жатыр. Қазір бұрынға қарағанда біз сезімтал болып бара жатырмыз. Және бұл нәрселер бізге аллергия сияқты денемізге қышып, бүйтіп шығып, бұрқырап жанымызға әсер етіп, қазір агрессивный болып адамдар кармалық нәрселер есіне түсіп, тіпті жек көрмейтін адамдардың жек көріп кетіп, көргісі келмейтін нәрселерді көргісі келмей, сөйтіп әртүрлі құбылыстар болып жатыр сіздің денеңізде. Бұның барлығы аурулардың да, ескі аурулардың қайта қозғалуы, сіз бірақ адамдардың сөзіне тәуелді болып байланып қалдыңыз да, осы уақытқа дейін біреу сізге бақсы балгерге барып жүгіріп барасыз, ол айтады сізге сиқыр, дуа, сенің денеңде анау бар дейді. Кейбір бақсы балгерлер сізді көреді, бірақ ол үшінші өлшемде көреді. Үшінші өлшемде сіздің қай жеріңізді көреді? Өткен өмірдегі қорлық, зорлықтарыңызды көреді, және қиындықтарыңызды, дуа жасалған өмірлеріңізді, сол нәрселерді көреді. Бұрынғы өмірлерде бір жақсы өмірлер болған жоқ қой, өтемете көбінесе бәрі қиындықта, сондай бір зорлану, қорлану, соғысу, ұрыс, кезең, аш қалу, қан, трагедия, сондай өмірлер өте көп болған. Сол өмірлерді сізге айтады, сол нәрселерді көреді. Және сіз сол нәрселерді естіген кезде қатты жаныңыз түршігіп, қорқыныш байлап, сізде маған не болды, кім маған неге дуа жасайды, мен ешкімнің ала жібін аттаған жоқпын ғой, ешкімге тиіскен жоқпын, бірақ ол маған неге жасайды деген сияқты сондай ойлар келіп, сіз қорқыныштарыңыз көбейе бастайды. Және сіз бизнес бастасаңыз жолыңыз болмай жатқанының да барлығының себептері бар. Бұның барлығымен сіз терапия жасап, проворотка жасап, сіз барып біреуменен пәлен психологқа барып, психологтың алдынан жасағаныңызбен бәрібір бекер. Оның барлығы өнім болмайды. Мәлім бір 20%ке де жетпеуі мүмкін, 5%, 10% болса бір нәрсе түсініп қалатын шығарсыз, бір нәрсе есіңізге келетін шығар, бірақ
оның бәрі сізге 100%-ға көмектесе алмайды. Себебі қазіргі кезде мүлдем басқа өмірде, басқа планетада өмір сүріп жатырмыз. Бұлған біз нақты қазір өзімізде не болып жатқанын ұғыну үшін сізге алдымен өзіңізге сұрақ қою. Және өзіңізбен жеке қалудан қашпау. Сіз қазір біресе анаған кетесіз, ананың сабағын сатып аласыз, біресе мынаның сабағын сатып аласыз, біресе тұра алмайсыз, біресе тренингтерге барасыз, анау-мынау барлығы. Мен сізге бірақ көмектеспейді деген сөзім емес. Сіз миллионға сабақ сатып алып, тіпті Сатқұрудың алдына барсаңыз да, әлемдегі ғұламалардың алдына барсаңыз да, сізге бір-екі ауыз ғана сөзі өтетін шығар. Және де сіз ары қарай өзіңізбен жұмыс жасауға тура келеді. Өзіңізбен жұмыс деген бұл сіз өзіңізбен бетпе-бет келуге, және осы мына білімдерді қазір рух әлемі, тылсым әлемдерді сіз білмесеңіз, рух әлемін, тылсым әлемін жоққа шығаратын адамдардың барлығында сіз маған демесең ең әлемдегі мықты психологқа барып сабақ алсаңыз да, осы травма бітпейді. Травма деген бітпейтін нәрсе, травма деген кетпейтін нәрсе, ол жоқ нәрсе, ол елес нәрсе. Оны сен қайдан тауып алдың? Жабылмай қалған гештальт деп жатады. Травма, ойбай, сен анау-мынау. Оның барлығын сен тек қана өзіңде болғаны үшін рахмет айту, өзіңде болған сол травмаларың болған үшін, сондай кезінде, кішкентай кезіңде қалып қалған істерің үшін сен соған алғыс айту, және сен оны босату, және сен өзіңнің қазіргі кезде өмір сүруің негіңді өзгерту. Сенің қазіргі миыңа келіп жатқан сезімдердің барлығын, ол саған тиесілі емес екенін түсіну. Ол сенің ескі өмірлерің, және сен оған ескі өмірлерің, бірақ ескі өмірлерің саған осы уақытқа дейін жұмыс жасады. Сенің бүгінгі күніңе, бүгінгі кім болдың сен? Бүгін кім болғаның үшін? Бүгін сен мысалы махаббат бол, Гүлзира бол, жадыра бол, майра бол. Саған бүгінгі майра болуың үшін, жадыра болуың үшін ол травма, ол қиындықтар, ол естеліктердің барлығы көмектесті, бірақ оның уақыты қазір бітті. Оны сен қалай босатасың? Оны сен мына су техникасын жасау арқылы сен сол аурудан, ескі қиындықтар, ескі блоктар, ескі естеліктердің барлығын сен су арқылы ғана тазалайсың. Өйткені судың құрамы қазір өзгерді. Соған үлкен энергия құйылды суға. Судың ішінде бүкіл жады бар, бәрі. Сол суды ішкеннен кейін сенің денеңде бүкіл бәр нәрсе сенің денеңде тұрғандықтан, сен сол суды ішкеннен кейін сенің денеңде барлық клеткалар, жасушалар да сақталған, бүкіл программалардың барлығы өшіп, барлығы босап, барлығы еріп кетеді. Сол үшін мен сіздерге айтқым келеді, су техникасын жасаңыздар, бастап кетіңіздерші, бүгіннен бастап. Өйткені оны Леморияның берген техникасы деп айтады. Лемориялықтар, олар бұрын өткен дәуірде өте мықты өркениеттер болған. Және сіздің ДНК-ңызда сол Лемориялықтардың ДНК-сын, сол ДНК-ңызда солардың өркениеттің өмір сүрген. Сол өркениеттің бүкіл өмір салты, барлығы соның ұстанымдары, солардың соншалық дамыған гендеріндегі барлық нәрселер сіздің ішіңізде бәрі тұр, сіздің ДНК-ңызда тұр. Солар сіздің ДНК-ңызда сақталған. Сіз және сол лемориялықтардың өзі, дәл өзі сіздер. Сіздер болғансыздар. Сол үшін сіздердің ДНК-ларыңызда тұрады. Ол барлығы жоқ болып кетпейді, өшіп кетпейді. Өркениеттердің барлығы бар деп жататыны сол. Енді қазір сіз соған әрекет жасасаңыз, сіз осыны сеніп, ішіп, суыңызды ішіп, мына ескі циклдің бәрін айланып отырып, солға қарай осыны аяқтау, сол техникаларды беріп жатырмын мен. Оның бағасы небәрі 7777 теңге. Қазір көп көмектесіп, көп адамдар жанын жарыққа шығып, жай тауып, бізде чатта өте көп нәтиже болып жатыр. Сол су техникасын жасағаннан кейін адамдар ескі ауырлықтан босайды, және адамдарда пустата күй болады. Пустата күйден қашпаңыздар, бұдан қорықпаңыздар. Пустата бұл таза сіздің тазаланған күйіңіз, және сіздің Құдаймен байланысатын күйіңіз, және ескілердің барлығы сізден босап кеткен, сіз тап-таза болып тұрған бір таза энергия кезде адам пустата болып тұрады. Тура сол күй, пустата күй, еш нәрсе жоқ, еш нәрсе қызық емес, ештеңе жоқ күй. Сол күйден бастап сіз Құдаймен сөйлесе аласыз, және сіз өзіңізге жаңа программаларды енгізе аласыз, және жаңа тағдырда хатын жазып, сіз бойыңызға сіңіріп, кәдімгідей сол жаңа тағдыр хатыңызды жазу техникасында беріп жатырмыз. Сол арқылы сіз жарыққа шығасыз, және сіздің өміріңізде ойламаған жетістіктер, табыстар, жақсылықтар, бүкіл
керемет барлық нәрсе келеді. Сіздің жаныңыз тынышталады, жүрегіңіз тынышталады. Сіз өзіңіздің кім екеніңізді еске түсіресіз, табасыз, өзіңізге ораласыз, өзіңізге қонасыз. Жалпы сіз өте керемет нәтижеге қол жеткізесіз. Сол үшін мен сіздерге осы су техникасының ішінде ғалам емханасы деген бар. Ғалам емханасына барып ем алып, сол жерден ғалам емшілерін шақырып өзіңізді емдеп, жұмысыңызды жасасаңыз, міндетті түрде нәтиже өте көп. Мен реклама салған жоқпын осы уақытқа дейін бірақ мен адамдарға оянуына себепші болып, осы жетекшілік ролымды атқарып жүрген проводникпін жерге. Қазіргі кезде менің жұмысым осы. Сол үшін маған WhatsApp-қа осы профильде менің сілтеме, менің нөмерім тұр. Сол нөмерге WhatsApp-қа жазсаңыздар, техниканы ала аласыздар. Және менде осы Қазақстан көлемінде қазақ аудиториясында менің техникаларым ең арзан және ең құнды. Дәл қазіргі кезде, дәл уақытында сізге дүп келіп тұр. Осыны естісеңіз, дәл қазіргі кезде сізге осы техникаларды алып жаса деген белгі болуы мүмкін. Және мен сіздерге өте көп ақпараттарды берем, чатқа қосам, чатқа қосылу тегін, және сіздердің сұрақтарыңыздың барлығына жауап ала аласыздар. Қазіргі тылсым әлем, рух әлемі туралы мен сіздерге өте көп білімдерменен бөлісетін боламын.